достар, мен Ләззат, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны бастамастан бұрын менің каналыма подписация етіп жазылсаңыздар және видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып өтсеңіз. Бүгін сіздерге мынандай сертификатты қалай тегін алуға болатыны туралы айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, осындай сертификатты иеленетін боласыз. Бұл сертификат туралы айтып өтетін болсам, бұл сертификатты Түркиядағы Чанаккале 18 март университеті сізге береді. Яғни сол университеттің мұғалімдерінің тарапынан ұйымдастырылған вебинарды көру арқылы осы сертификатты ала аласыз. Бұл сертификат түрік тілінде, бірақ сіз бұны өзіңіздің аттестацияларыңызға жетістіктеріңіз ретінде қолдана аласыз. Бұл вебинардың аты туралы айтатын болсам, бұл балаларға ағылшын тілін үйрету кезінде қолданылатын ойындар деген тақырыпта сіздерге 11 түрлі ойындарды үйретеді. Вебинарда сол бойынша сіз сертификатты иеленетін боласыз. Сертификатпен қатар сізге мынандай анықтама, яғни сертификаттың анықтамасы да беріледі. Яғни бұл жерде сертификатты вебинарды кім өтті, қанша уақыт өтті және сертификаттыңыз 3 жылға жарамды деген ақпарат берілген және сіз туралы ақпарат берілген. Яғни бұл сертификатқа қосымша берілетін анықтама. Яғни осы сертификат пен мынау екі құжат арқылы сіз бұны өзіңіздің жетістіктеріңізге смело көрсете берсеңіз болады. Ал онда вебинарды қалай көреміз, сертификатты қалай аламыз, сол туралы ақпаратты білу үшін осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сертификатты алу үшін осы видеоның астындағы описание деген бөлімде мынау сілтеме бар. esertifika.komu.edu.tr деген. Бұл сертификатты алу үшін осыған кіресіз, Сілтемеге кіргеннен кейін сізде осындай бет шығады. Осы бетте түркше жазылған, егер түркше білмесеңіз, қазір аударып беремін, білсеңіз өте жақсы. Мына жерде мындай бет шығады. Осы бетте мына жерде ана сайфа деген бар. Бұл керек емес. Белге doğrulama керек емес. Отырум ач керек. Бұл бізде егер осы сайтқа егер логиніміз болса, отырым ач деп кіре аламыз. Хесап олуштур деген бізге қажет, яғни регистрация болуымыз қажет. Хесап олуштур, егер мынау сізде шықпаса, хесап олуштур дегенді басып осыны шығаруға болады, осы форманы. Осы форманы біз толтыруымыз қажет. Оны қалай толтырамыз? Бұны толтыру үшін мына жерде seçiniz дегенді бассаңыз, genel katılımcı öğrencisi personel деп тұрады. Öğrenci деген студент, personel осы университетте жұмыс істейтін персоналдар. Katılımcı, яғни біздерге осыны таңдауымыз қажет. Енді мына жерде әріптестер, бұл жерге паспорт номерін жазуымыз керек. Паспортына бірінші бетін ашқан кезде мына жерде номер тұрады. Осы номерді жазуымыз қажет. Егер енді ондай номерлеріңіз болмаса, онда удостоверениенің номерін жазып көріңіз. Мен олай жасап көрмедім. Сіз солай жасап көріңіз. Одан кейін ады дегенге атыңызды жазамыз, яғни есіміңізді жазасыз. Сояды дегенге фамилияңызды жазасыз. Поста дегенге mail руыңызды жазасыз, яғни почтаңызды жазасыз. Электронды почтаңызды, телефонға телефоныңызды жазасыз. 747 деп жазып кете беруіңізге болады. Cinsiyet, яғни бұл жерде kadın, erkek, яғни егер апай болсаңыз kadın, ағай болсаңыз erkek дегенді басып кетесіз. Және мына жерде doğum тарихы бар. Doğum тарихіне бірінші күнін, айын, жылын жазасыз. Одан кейін мына жерге жұмыс істейтін жеріңізді жазып қойсаңыз болады. Қазақстан, яғни одан кейін мектебіңізді жазып өтсеңіз болады. Адреске енді өзіңіздің Қазақстан
ағылшын тілінде жазуыңызға болады бұл жерге. Қазақстан, мынандай облыс, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы деген сияқты қылып жазуыңызға болады. Сосын соңында мен робот емеспін дегенді басуыңыз қажет. Осыны басқаннан кейін мына жерге сертификат системіне кайыт ол дейді, яғни регистрация болыңыз дейді. Соны басасыз. Басқан кезде сосын сіздің почтаңызға осындай имейл келеді. Осыны ашып, осы мына жерде kullanıcı ады деген болады. Ол жерге жаңа почтаңыз жазылады, оның астында шифре деп тұрады. Шифре дегеніміз ол пароль. Сол парольді жазып кіресіз. Парольді жазып кіретін жер үшін отырум ач дегенді басасыз. Отырум ач дегенге мына жерде öğrenci girişi, akademisyen girişi, yönetici girişi деп тұрады. Сіз öğrenci girişi дегенді басуыңыз қажет. Сосын мына жерге почтаңызды жазасыз. Мен робот емеспін дегенді басасыз. Отырум ач дегенді басасыз. Мінекей сізде мынандай бет шығады. Осы жерде әртүрлі курстар қойылған. Сізге қажеті мына жерде вебинар деп тұр. Çocuklara İngilizce öğretiminde oyunlar, яғни балаларға ағылшын тілін үйрету кезіндегі ойналатын ойындар туралы вебинар мына жерде үжретсіз деп тұр. Яғни ақысыз тегін вебинар. Осы вебинардың курсы да бар. Ол курсы ақылы курс, ол 99 TL, яғни 100 TL, 6000 шамасында, яғни 6000 теңге шамасында курсы бар. Егер қатсам десеңіздер, бұл курстан алдын мына жердегі ойынды, вебинарды қатысып көріп алыңыздар. Осыған басасыз. Басқан кезде сізге сабақтар шығарған, әр сабақтың минуттар жазылған, 13 минут, 10 минут және 12 минут деп. Сабақты соңына дейін көруіңіз қажет. Сабақты соңына дейін көрмесеңіз, сізге мынандай жасыл шықпайды. Сабақты көріп болғаннан кейін дәрісі тамамладым деген бір нүкте тұрады. Соны басуыңыз қажет. Бірінші сабақты ашып көрдік. Осы сабақты ашқан кезде вебинар басталады. Бұл жерде ойындар, сіздерге бұл вебинарда 11 ойын түрін таныстырады. Яғни 11 ойын түрімен танысып, сол ойындарды сабағыңызда қолдануыңызға болады. Бұл видеоны соңына дейін көріп болғаннан кейін мына жерде дәрісі тамамладым деген нүкте тұрады. Соны басуыңыз қажет. Әйтпесе сізде жасыл жанбай қояды. Яғни жасыл болып тұру керек сізде. Мінекей мына жерде мындай птичка қойылып тұру керек көріп болғаннан кейін. 3 сабақты да көріп болғаннан кейін сізге сертификат беріледі. Сертификатты қайерден аласыз? Сертификатты мынау жерге келген кезде başvuru bilgileri, сертификат белгісі деп тұр. Яғни сертификат документі деген жерді басасыз. Осыны басқан кезде сіздің сертификатыңыз берілетін болады. Егер жоғалтып қойсаңыз, сертификат берілмейді. Сол үшін сертификатты мына жерден скачать ет деген жер мына жерге шығады. Соны бір рет скачать етесіз. Соны жақсылап сақтап алыңыз. Одан кейін егер оны жоғалтып қойсаңыз, келесіде алуыңыз қиынға соғады. Осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сертификатты егер алып жатқан болсаңыз, немесе сертификат туралы сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазып өтсеңіз болады. Сау болыңыздар.